Көп адам даналықтан гөрі ақмақтықты таңдайды. Себебі ақмақтық күлдіреді, даналық жылатады. Ақылды адам ертеңгі күнін ойлайды, ақылсыз адам бүгіндікпен ойнайды. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым деңіз. Ешкімге өзіңіз жайлы ештеңе айтпауға тырысыңыз. Сонда бәрі өз орнында болады. Егер де істеген жақсылығыңа ризашылық білдіріп, рахмет айтқанын күтсең, онда сен жақсылықты істемегенің, оны сатқаның. Сіз жайлы жаман сөз таситындар сізден төмен адамдар, ал сізден жоғары тұрған адамдардың сіз жайлы ойлауға да уақыты жоқ. Сізді ренжіткен адамдардан кек алуға тырыспай-ақ қойыңыз, оларды жай ғана Аллаға тапсырыңыз. Егер де біреуді ренжітсең, оның көз жасынан қорық, себебі ол сені Аллаға тапсыратын болса, жазықсыз жапа шеккендердің дұғасын Алла кері қайтармайтынын ұмытпа. Ең күрделі емтихан ол өмір. Көбісі оны әркімнің өз билеті бар екенін түсінбей, басқалардан көшіру арқылы сәтсіздікке ұшырайды. Ақылды адам өз жетістіктеріне қуанады, ал ақымақ адам айналадағылардың мақтауына алданар. Тек ақымақ еркек қана әйелімен сөз таластырады. Өзгені өзгерткің келсе, өзің өзгер, сонда жаныңдағылар да өзгереді. Өмір сүруді білмейтіндер үнемі өткенін айтады. Өзін өзі басқара алмайтындар басқаны да басқара алмайды. Өзгені сыйламау, өзіңді сыйламау. Ұлыңа байлық емес, ақыл қалдыр. Байлықта дос көп, кедейлікте туыс та жоқ. Әйел қиналғанда мықты еркектер оған тірек бола алады. Ал әлсіз еркек өзін одан бетер мүсәтір етіп көрсетеді. Алдағанды кешіру қиын емес. Бұрынғы сеніміңізді сақтау қиын. Ғылым ұйымдасқан білім, даналық ұйымдасқан өмір. Ешқашан ақымақпен дауласпаңыз. Сырттан көргендер айырмашылықты байқамауы мүмкін. Кешіре біл, себебі бұл сізге қажет, сізді ренжіткендерге емес. Кешіру арқылы сіз өзіңізге лайықты тыныштық пен еркіндікке ие боласыз. Басқалардың күнәларына келгенде біз сотпыз. Өзіміз туралы болғанда біз адвокатпыз. Көзге жақсы көрініп шірік болғаннан, қателіктер жасап, оны түзеткен дұрыс. Ақшаны қожайын емес, қызметші қылыңыз. Барлығын қуған адам әдетте ештеңеге жетпейді. Сіздің жоспарыңыз неғұрлым ерекше болса, соғұрлым аз адамдар келіседі. 3 қарапайым ереже. Егер сізді жақсы көрмесе, жақсы көруін сұрамаңыз. Егер сізге сенбесе, ақталмаңыз. Егер сізді бағаламаса, дәлелдемеңіз.